Құрметті балалар, мен Зерде мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Ғазиза Ниязалиевна боламын. Мен сендермен әдебиеттік оқу бойынша, қашықтықтан оқыту бойынша сабақ өтемін. Олай болса, бұл әдебиеттің 3-ші бөлімінің 1-ші тарауы ғарышқа саяхат. Осы тарау бойынша біздің алғашқы өтетін сабағымыз бізді мазалаған сұрақтар. Ал енді осы сабағымыздың келесі слайдта мақсатын кәне айтып өтейік. Сабағымыздың мақсаты оқиғаның дамуын болжаймын, себебін түсіндіремін, таныстырылым түрінде шығармашылық жұмыс жасаймын. Енді келесі слайдта балалар сурет тұр. Қараңдаршы, бұл суретте сұрақтар жазылған. Ғарышқа не үшін ұшады? Топтар неге шар сияқты ұшпайды? Құстар қалай ұшады? Ұшуды кім ойлап тапты? Не ауыр, не жеңіл? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Әрине, не ауыр, не жеңіл екі затты салыстыра отырып айта аламыз. Қайсы ауыр, қайсы жеңіл екен? Доп неге шар сияқты ұшпайды? Біз бұл сұрақты да білеміз жауабын. Себебі доп шарға қарағанда ауыр. Ал енді құстар қалай ұшады? Біз оны үнемі бақылап жүреміз, далада жүргенде. Олай болса, құстар ауаны жарып ұшады. Біз бәріміз білеміз. Ал енді бізге ең қызық болып тұрған сұрақ, ұшуды кім ойлап тапты? Олай болса, келесі слайдта Александр Романович Беляевтің адам ұшуды қалай үйренді деген танымды мәтіннен біз біле аламыз. Ал енді осы автор туралы айтып өтейік. Александр Романович Беляев 1884 жылы туылып, 1942 жылы дүниеден өткен. Ғылыми, фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың «Қос мекенді адам» атты кітабы су астында өмір сүре алатын адам туралы. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильмде түсірілген. Ал енді біз осы мәтінмен танысайық. Адам ұшуды қалай үйренді? Келесі слайдты түсініп оқимыз. Олай болса, Жан де Розе және Маркиз де Арлан монгольферлер туралы бастаймыз. Олай болса, адам ұшуды қалай үйренді? Биікке түтін ғана емес, жылы ауада көтерілетін адамдар ерте кезден-ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып, жылы ауаны ұшу мақсатына пайдаланған ағайынды француздар монгольферлер еді. Олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрде биіктікке көтерілді. Бұл оқиға 1783 жылы болған. Ағайынды жігіттер бұл шармен түрлі жануарларды ұшырып көріп, кейін өздері де ұшты. Ары қарай көрейік енді. Олай болса, жылы ауа салқын ауаға қарағанда жеңіл болады. Сол себепті жоғары көтеріледі. Келесі слайдта сол монгольферлердің жасаған әуе шарын байқауға болады. Міне балалар, бұл суретте біз монгольферлердің жасаған әуе шары жылы ауамен биікке көтерілген алғашқы әуе шары екен. Ал енді ары қарай. Ал француз ғалымы Жак Александр Сезар әуе шарын ауадан жеңіл газ сутегімен толтырды. 10 минуттың ішінде шар 1000 метр биіктікке көтерілді. Осыдан кейін-ақ әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады. Оны аэростат деп атады. Бірақ мұндай шармен ұзақ ұшуға болмайтын еді. Себебі ол ескен желдің еркінде болатын. Ал адамдар қайда барғысы келсе, сол жаққа ұшуды көкседі. Бұл сутегі аэростаты болды. Ал келесі кім? Әуе шарын қайткенде басқарылатып етіп жасауға болады деп өздеріне сұрақ қойды. Олай болса, 19 ғасырда орыс өнертапқышы Архангельский желкенді қайық сияқты жоғары көтерілгенде жиналып, төмендеген кезде жайылатын қанаты бар әуе шарының жобасын жасады. Бұл механизмді бу қозғалтқышы іске қосатын еді. 15 жыл өткен соң өнертапқыш Саковин аэростаттың қаңқасын жұмсақ емес, қатты ерекше қатырма қағаздан жасады. Ал аэростатқа 2 руль бекітілді. Оның бірі жерден көтерілуге, екіншісі ары қарай бұруға арналған. Ары қарай кеттік балалар. Ал енді болжап көрейік, ұшу аппараттары неге ұқсап келе жатыр? Олай болса, 1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін, тіпті одан да биіктікте
басқарылатын аэростаттың жобасын жасады. Мұндай биіктікке адамға ауа жетпей қалмау үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтіндей арнайы бекітілген кабина жасауды да ойластырған еді. 11 шақырымға одан да биікке ұшатын осындай аэростатты стратостат деп аталды. Ал қазір суреттен келесі слайдта сол стратостатты көре аламыз. Міне балалар, Менделеевтің жасаған бұл стратостаты. Ары қарай көрейік, енді не болып жатыр? Енді қараңдар балалар, дирижабль. Ол қандай? Ол басқарылатын аэростат. Бірақ онымен ұшу әлі де қауіпті еді. Өйткені оның ішкі қабатын жұқа матадан жасайтын. Оны сәл ғана ұшқыннан лап ете түсетін сутегі газымен толтыратын. Сондықтан өте қауіпті еді. Міне мына суретте дирижабльдерді көріп отырсыңдар. Ал кейбір адамдар қанат байлап, биік жерден секіріп те көрді. Кейбіреулер ауада қалықтады да. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін атақты суретші Леонардо да Винчи жасағаны белгілі. Ең алғашқы планер өте қарапайым еді. Олар батпырауыққа ұқсайтын. Мүмкін сен оның қалай ұшатынын байқаған шығарсың. Планердің неше түрі жасалды. Олардың сыңар қанаттысы да, қос қанаттысы да, үш қанаттысы да бар екен. Дегенмен планер өзін әуеде демейтін, ауа толқыннан жылдам ұша алмады. Ал адам желден де жылдам ұшып, мыңдаған шақырым жерді шарлағысы келді. Келесі суретте біз Леонардо да Винчидің суретін көре аламыз. Міне Леонардо да Винчидің жасаған планерлерінің үлгісі суреті. Ал келесі слайдта енді қараңдар, аэростат деген соның не екен? Әуе шарларының аспанға ұшуы. Ал стратостат жоғары биіктікке ұша алатын аэростат екен. Ал дирижабль бұл басқарылатын аэростат. Ал планер қозғалтқышсыз ұшу аппараты. Енді балалар, келесі суретке қарасақ, міне адамдар ерте заманнан бастап құстар сияқты ұшып аспанды бағындырғысы келді. Міне сол арманына да қол жеткізді. Осы суретке қарап отырсақ, бірте-бірте қалай осы арманға жеткенімізді көрсетіп тұр. Енді біз келесі слайдта жаңа сөздер мен сандығымен танысайық. Жаңа сөздер сандығымен. Сутегі дегеніміз не? Ол ең жеңіл газ. Сутек ол иіссіз, суда ерімейді. Сутекті алғаш Кавендиш зерттеп, оны жанғыш ауа деп атаған. Ал көксеу ол біздің армандау. Енді біз келесі слайдта көрсек, қарасақ балалар. Сендерге құрастыр айдары бойынша бізде алысқа ұша аламыз дейді. Осы әуе шарларының суретін дайындап, өздерің таңдаған пішінде, өздерің қалаған пішінде, оны безендіріңдер, оған ат қойыңдар, және де сипаттаңдар. Енді балалар, біз осы Білген Академия сайтына кіріп, тест деген бөліміне барып, осы тақырыптар бойынша дайындалған 10 сұрақтық тест бар. Сол тестті қаншалықты, осы мәтінді қаншалықты меңгергенімізді білу үшін, сол тест тапсырмаларды орындайық. Және де үйге тапсырманы да ұмытпайық. Балалар, үйге тапсырма, бүгінгі заманда ұшақтар, тікұшақтар болмаса, адам үшін қандай қиындықтар, мәселелер туындар еді. Осы тақырыпта әңгімелеуге дайындаңдар. Және армандар оңай орындала ма деген тақырыпта эссе жазуды да ұмытпаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңыздар.